Терінің қартаюын баяулататын коллаген қосылған 10 өнім. Менің керек арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Менің каналымда 98% тіркелмей көреді екенсіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Коллаген дәнекер ұлпаларын біріктіретін ақуыздың бір түрі. Ол терінің иілгіштігі мен серпімділігі үшін жауап береді. Теріңіздегі алғаш пайда болған әжімдер ағзада коллагеннің төмендігін білдіреді. Дұрыс тамақтану осы ақуыздың бұзылу үрдісін баяулатады. Коллагенді желім деп те атайтын бекер емес, себебі бұл ақуыз болмаса ағзамыз шашылып қалар еді. Атап өткендей, коллаген бұл ақуыз ағзамыздағы ақуыздың 30-40% коллагенге тиесілі. Коллаген терінің жастығын сақтайды. Сонымен қатар ол тырнақ, шаш, буын және ішек басында да бар. Коллагеннің 16 түрі бар. 3 түрі 90% кеңінен таралған. Коллагеннің 1 және 2 түрлері теріде, сіңір байламдарында, ал коллагеннің 3 түрі буындарда болады. Коллаген ет сорпасы және балықта болады. Сүйек сорпасы ең жақсы нұсқалардың бірі. Себебі басқа азықтар коллагеннің бөлінуіне жылдамдатады, ал бұл сорпаның құрамында ағза бірден қабылдай алатын ақуыздың белсенді формасы бар. Сиыр етінен жасалған сорпа терінің саулығын оң әсер ете алатын коллагеннің бір түріне бай. Ал буынның дұрыс қызмет атқаруын қамтамасыз ететін коллагеннің екінші түрі күрке тауық пен тауық сорпасының құрамында болады. Сүйек сорпасы терінің саулығы үшін күнделікті 170-340 грамм ішіп тұру керек. Арқан балық. Бұл балықтың құрамында коллагеннің түзілуіне көмектесетін мырыш пен минералдар, сондай-ақ тері жастығын сақтап тұру үшін іште ылғалдандыруға көмектесетін омега-3 майы бар. Жеміс-жидектер мен көкөністер. Жасыл жапырақты көкөністер әртүрлі аурулардың алдын алудың ең тиімді көмекшісі. Солай-ақ ол коллагеннің уақытынан бұрын ыдырауын тоқтатады. Барлық жасыл көкөністердің құрамында терідегі проколлагеннің санын арттыруға көмектесетін хлорофилл бар. Цитрус жемістері. Цитрустың құрамында С дәрумені пролиннің қалыптасуына қажетті қышқылына байланысты компоненттерінің рөлін атқарады. Қызанақтар. Қызанақтың құрамында теріні күн сәулесінен қорғайтын антиоксидант, сонымен қатар ликопен коллаген синтезін ынталандырушы рөлін атқарады. Бұл затты көбірек алу үшін қызанақты жылумен өңдеу керек, немесе күніне 1 стақан қызанақ шырынын ішіңіз. Таңқурай, қара бүлдірген, құлпынай, мүкжидек коллагендердің UV сәулелерінің әсерінен ыдырауын тоқтататын ағзаға аса қажетті эллак қышқылының қайнар көзі болып табылады. Жидектер сонымен қатар С дәруменіне бай. Бір күндік қабылдау нормасы адамның жас шамасына қарай анықталады. Ересек адам 18-ге толған 75 граммға дейін жеуге болады. Жұмыртқа. Дәл сүйек сорпасы сияқты жұмыртқаның құрамында да коллаген болады. Ағза оны жұмыртқаның сарыуызынан ала алады. Жұмыртқа құрамында сондай-ақ күкірт бар. Ол коллагеннің түзілуіне өте қажет. Сонымен қатар күкірт бауырдан бөлінетін коллагендерді бұзатын улы заттарды жоюға көмектеседі. Алайда оны шамадан тыс жеуге болмайды. Күндікке 2 жұмыртқа. Дәнектер. Асқабақ дәнегі коллаген синтезін ынталандыратын мырышқа бай. Құрамында мырыш бар тағамдар ақуыздың ыдырауын бәсеңдетеді. Сондай-ақ мырыш терідегі жарақаттардың тез жазылуына көмектеседі. Тағам үшін қуырылған дәнектерді таңдау керек, себебі онда пайдалы заттар көп. Салатқа дәнектің 2 ас қасығын қосып жеуге кеңес береміз. Тек дұрыс тамақтану ғана емес, сонымен қатар дұрыс өмір. Бірақ адамның жас көрсеткішілігіне байланысты емес, кейбір факторлардың да ақуыздың бөлуіне әсер ететін ескере жүріңіздер. Олар шылым шегу, ластанған қоршаған орта, күн сәулесінің әсері, рафинатталған қант пен қуырылған майлы тағамдар шектен тыс қабылдау. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.